Балалар, номері 3-ші тапсырманың А, нұсқалары шартты берілген. Енді бұны шешу оңай деп ойлаймын. 5 дана мынаны өзіміз атын атаймыз, не екенін біліп отырмыз. Бұл 2 есе артық деген жағдайда біз не істейміз? 2 есе артық деген жағдайда біз көбейту амалын пайдаланамыз. Енді мына жерде есептен сұраған 2 амалмен шығатындай етіп өзгертіпті. Мінекей 2 амалмен шығатындай етіп құрылып тұр екен шарты. Енді бұны қалай шығарамыз? Бұл жерде 2 есе артық десе не істейміз? 2 есе артық. Есе артық деген жерде көбейтуді пайдаланамыз. Және барлығында біз қосуды пайдаланамыз. Бұл есепті сіздер шығара алады деген ойдамын. Бұл есепті мынаған ұқсас, номері 2-ге. Енді мен сіздерге Б-сы бойынша түсіндіргім келіп отыр. Б-сында бізге сурет берілген және сызба берілген. Осы сурет пен сызба бойынша есеп құрастырып шығаруымыз керек біз. Бірінші суретке қарайық. Суретте не көріп отырмыз? Суретте 2 ыдыста тұрған құртты және 6 ыдыста тұрған бауырсақты көріп отырмыз. Енді осы суретті мына сызбаға сәйкестендіру керекпіз. Мінекей сызбада сызылып тұр. Бірінші азы біліп отырмыз, бұл құрттың саны. Бұл жерде неше құрт жазамыз? Бұл жерге 2 құртты жазамыз. 2 құрт 2. Ал енді бауырсақ нешеу? Мінекей 6, солай ма? 6-ды мына жерге неше деп орналастырамыз? Мына жерге 2, 2, 2. Сонда неше болды? 2, 4, 6. Мінекей 6 тәрелкі бауырсақты орналастырдық. Енді бізге сұрақ қой дейді. Есептің шартын қалай құрамыз бұл жерде? Бұл жерде есептің шартын былай құрамыз. Құрт неше тәрелкі? Шартында. Құрт 2 тәрелкі. Және бауырсақ, біз бауырсақты табуымыз керекпіз. Мына жерде мінекей бауырсақты тап деп тұр бізге. Сондықтан біз бұны сұраққа айналдырамыз. Бауырсақты біз белгісіз қыламыз. Неше есе артық мынаған қарағанда, құртқа қарағанда? Неше есе артық? Қарайық. 1 есе, мінекей, мынау 2 есе, мынау 3 есе. 3-ке бөлініп тұр, солай ма? Мінекей 3-ке бөлініп тұр, сонда бұл 3 есе артық екен. Құртқа қарағанда. Сонда жазамыз 3 есе артық. Мынадан солай ма? 3 есе артық. Енді есе артық десе не істейміз? Есе артық десе біз міндетті түрде мінекей 3 есе артық көбейтеміз. Сонда 2-ні 3-ке көбейтеміз, шығады 6. Шықты ма міне 6, бауырсағымыз 6. Шығып тұр ма? Мінекей бауырсағымыз 6. Сонда жауабы бауырсақ 6 екен. Ары қарай енді мынаны 2 амалмен шығару керек. Мінекей 2 амалмен шығару керек. Бұл жерде бірінші тұрған азы әрине құрт 2 тәрелкі. Ал бауырсақ манағы айтып кеткендей 2 есе, 3 есе артық және барлығын тап деп тұр. Ал шартын құрып көрейік. Бірінші құрт шарты нешеу? 2 тәрелкі. Ал бауырсақ белгісіз 3 есе артық. Және екінші сұрақ барлығын тап деп тұр. Барлығы белгісіз тағам. Енді 2 сұрақпен қалай жұмыс істейміз? Бірінші мына сұраққа жауап береміз, сосын мына сұраққа жауап береміз. 3 есе артық. 3 есе артық десе не істейміз? 2-ні 3-ке көбейтеміз. Сонда неше болады? 6. 6 дегеніміз мына бауырсақтың саны. 3 дегенді ұмытамыз енді, болды. Бұның саны 6. Бұл бауырсақтың саны. Құртымыз белгілі 2 тәрелкі. Бауырсағымызды таптық мына жерде 6 тәрелкі. Сонда енді барлық тәрелкені табуымыз керекпіз. Сонда 2 тәрелкеге мына 6 тәрелкені қосамыз. 2-ге 6-ны қосқан кезде сонда 8 тәрелке тағам бар екен.
жауабы. Екінші сұрақ бойынша жауап береміз. Мынау бойынша бұл қайда тұр? Екінші сұрағы барлығында тұр. Барлығы неше тәрелке? 8 тәрелке тағам деп шығарамыз.